Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз буфетный уч-пучмак дайындаймыз. Оған бізге 500 грамм ұн керек, 50 грамм сұйық май керек, 150 грамм жылы су керек, 1 жұмыртқа, 5 грамм дрожжи, 12 грамм қант, 125 грамм жылы сүт керек. Дайындай бастаймыз. Оған біз жылы суымызды құямыз, жылы сүтімізді құямыз, дрожжимізді саламыз. Қантымызды саламыз. Сұйық май. 1 жұмыртқа. 1 қасық тұзымызды саламыз. Одан кейін иленіп тұрған ұнымызды саламыз. Илеп болғаннан кейін 1 сағатқа жылы жеге қоямыз. Көтерілу керек. Илеп болдық. Енді осыны 1 сағатқа жылы жеге қоямыз. Теста көтерілгенше уч-пучмактың начинкасын дайындаймыз. Көтерілді. Енді осыны мен 50 граммнан бөлемін. Сіздер 50, 60, 70 грамм сіздерге қандай ыңғайлы, солай можете бөлуге. Тестамызды мен бөліп қойдым. Енді кішкене көтерілу керек. Начинкасына мен сиырдың етін турадым, картошка, лук турадым. Сіздер тауықтың етінен, фарштан, өзіңіз салмасына не салғыларыңыз келеді, соны салуларыңызға болады. Бөліп қойған көтерілді. Енді осыны істей бастаймыз. Алмасын салдық. Енді осыны лепеттаймыз. Енді бұлай үстін бүреміз. Болдық. Енді осыны кішкене көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын жағып 180 градусқа жарты сағат қоясыздар. Уч-пучмагымыз көтерілді. Енді жұмыртқаны жағып духовкаға 180 градусқа 30-35 минутқа қарап қоямыз. Енді өздеріңіз духовкаңызды тоже қарайсыздар. Әркім духовкасы әртүрлі пісіреді. Уч-пучмагымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің артама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.